Бас сүйек анатомиясы. Бас сүйек өте маңызды орган, себебі басымызда ми орналасқан. Жалпы енді бас сүйектерін қарамас бұрын біз басты екі бөлікке бөлеміз. Ең бірінші милық бөлік, одан кейін беттік бөлік. Бұл жалпы бас сүйектері жалпақ сүйектерге жататын сүйектер. Ең бірінші баста орналасқан, милық бөлікте орналасқан сүйектер маңдайлық сүйек, төбе сүйектері, одан кейін самай сүйегі, сына тәрізді сүйек, шүйде сүйектері. Енді беттік бөлік сүйектеріне жатады бізде мұрын сүйегі, шықшыт сүйегі, одан кейін үстіңгі жақ, астыңғы жақ, көз алмалары орналасқан сүйек деп бөлеміз. Енді бізде осы милық бөлікте орналасқан сүйектердің жаңағы құрылымын, одан кейін беріктігін сақтау үшін бізде жіктер орналасқан. Ол жіктер тәж тәрізді жік, одан кейін сагитальды жік, лямбда тәрізді жік. Лямбда тәрізді жік ол шүйде сүйек пен төбе сүйек